Дүние қызыл жасылды, сан ұрпақ саған бас ұрды. Толқында толқын қазақтың топырақ жүзін жасырды. Өткізіп қилы ғасырды, ырысың жатқа шашылды. Тауменен тасқа соқтым мен, халқым деп ғазиз басымды. Уақыт жүйрік, 12 айда зыр етті, мұңға толы шер торлаған жүректі. Қайғымызға ортақ болып келеді, шын жанашыр бір туғанақ ниетті. Өсіп өндеп Сермағамбет ұрпағы, білдіреді көңілдемдер тілекті. Сол Сермағамбет әкемізде қайтқалы, сағыныштың сазыменен жыл өтті. Жүректерге салмақ салып жаныштап, бейнелері ұзай берер алыстап, хош айтысып кетті әкеде падейден, ұрпақтарын жаратқанға табыстап. Парызымыз деп біледі ұл қызы, өмір сүру әке жолын нағыстап, иман нұры шалқысын деп бақида, ас бермекпіз Құран дұға бағыштап. Өмірінде жүзеге асты бар арман, әттең анам кетті бұрын әкейден, өзектертер оқтай болып қадалған. Тәубеге кеп шүкіршілік етеміз, адам жоқ қой мәңгілікке жаралған. Анашыммен қауыштырсын жаратқан, осы міне барлық дұға бар ойым, жұмақтың төр гүлзар бағы мекен боп, тұрақ қылсын пейіштің кең сарайын. Асқар тауымыз, ардақты әкеміз, аяулы атамыз, Бимбетов Сермағамбет Қотыбайұлы 1940 жылы 6 ақпанда Ақтөбе облысы Шалқар қаласында дүниеге келді. 2025 жылғы 13 маусымда дүниеден озды. Руы Әлім, Төртқара, Сейітқұл, Байбек, Айтеке би тұқымы. Әкеміздің балалық шағы Ұлы Отан соғысының ауыр кезеңімен тұспа-тұс келді. Атасы Қотыбай теміржол саласында машинист болып еңбек еткендіктен, соғыс жылдары отбасымен бірге Ресей жеріндегі Забайкальский крайдың Чита өңіріне жұмысқа жіберілген. Ол кезде әкеміз небары 1,5 жастағы сәби еді. Соғыс аяқталғанымен оларды елге бірден қайтара қоймай, жат жерде 15 жыл өмір сүрді. Тек 1956 жылы туған жері Шалқарға оралып, елдегі ағайын туыстарымен 16 жасында ғана қауышқан. Сол себепті әкеміз Орысшаға да жетік болды. Соғыс жылдарында қиындықтар жайлы әңгіме айтқанда, оның жүректен шыққан ауыр естеліктері бізге кино көрінісіндей әсер ететін. Жоқшылық пен таршылықты көріп өскен жан өмірдің қадірін ерекше бағалай білді. 1958-1961 жылдары әскер қатарында азаматтық борышын өтеді. Әскерде жүрген кезінде Байқоңырдан адамзат тарихындағы алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин ғарышқа ұшқан сәтте қауіпсіздікті қамтамасыз еткен бөлімшеде взвод командирі болғанын әрдайым мақтанышпен айтып отыратын. Тарихи оқиғаның куәсі болдым деп ерекше тебіреніспен еске алушы еді. Еңбек жолын Шалқар станциясында ПЧ-5 мекемесінде бастап, саналы ғұмырын теміржол саласына арнады. Көп жыл адал еңбек етіп, елге сыйлы, еңбегі сіңген теміржолшы атанып, абыройлы зейнеткерлікке шықты. 1963 жылы өмірлік серігі Әлима анамызбен шаңырақ көтеріп, 6 баланы, 2 ұл мен 2 қызды дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірді. Барлық баласына білім беріп, жақсы азамат болып қалыптасуына жағдай жасады. Қыздарының бірі бухгалтер, бірі дәрігер, бірі экономист-педагог, бірі заңгер атанып, елге қызмет етуде. 2 ұлы да әке жолын жалғап, теміржол саласында еңбек етті. Кенже ұлы жеңісі әлі де осы салада еңбек етуде. Бүгінде сол 6 баладан 10 немере, 21 шөбере тарады.
Әкеміз 18 шөбересінің қолынан май жылап су ішіп кетті. Әкеміздің арты жақсы болып, осы бір жылда 3 шөбересі дүниеге келді. 2017 жылы аяулы анамыздан айырылдық. Шүкіршілік етеміз. Анамыз көрмей кеткен біраз қуанышымызды әкеміз көріп кетті. Әкеміз бен анамыз еңбекқор, қарапайым, мейірімді жандар еді. Қара жұмыстан қашпай, балалардың, бауырлардың қамы үшін маңдай терін төкті. Осындай ата-ананың тәрбиесін көріп өскен ұрпақтары бүгінде білім алып, адал еңбек етіп, елге қызмет жасап келеді. Әкеміз балалардың ардақты әкесі, немерелерінің асыл атасы, шөберелерінің қадірлі дәу атасы болды. Және әр қайсысына ерекше көңіл бөліп, бас қосқан сайын немере шөберелерін қуантуды жақсы көретін. Кішкентай немерелері мен шөберелеріне зейнетақысынан бөліп беріп, батасын беріп, мәз қылып отырушы еді. Жастайынан гармон тартып, частушка айтып, отырған ортаның сәнін кіргізетін, әзіл қой, көпшіл, көңілді жақсы көретін жан болатын. Құда жекжатқа, ағайын туысқа, дос бауырларға анамыз екеуі әрдайым сыйлы болды. Мереке сайын үлкен кіші демей хабарласып, құттықтап, хал сұрап отырушы еді. Артында өнегелі ісі, тәрбиелі ұрпағы жақсы аты қалды. Жаны жәннатта, иманы саламат болсын. Әкеге хат. Мүмкін болса. Әке, бұдан бір жыл бұрын өзіңізбен қол қысысып, қоштасып, ырзаласып та үлгермедік. Бір күнде мәңгілік сапарға аттанып кете бардыңыз. Шүкір дейміз. Барлығы Алланың белгіленген уақыты дейміз. Бірақ жаныңыз қиналып, ажал алдындағы ауыр сәттерде жаныңызда болып, иманыңызды үйіріп, қолыңыздан ұстай алмағанымыз жанымызға әлі күнге дейін батады. Анамыздан да дәл солай айырылып едік. Адамның әттеген айы таусылмайды екен. Анамыз да, сіз де жан сақтау бөлімінде жан тапсырдыңыздар. Біз үшін ол жер жан сақтау емес, жан алу бөлімі болып көрінеді. Бірақ Алланың ісіне шара бар ма? Көнеміз. Шүкір етеміз. Әке, сіз әрдайым өзгенің жағдайын ойлап жүретін едіңіз. Біреу ауырып қалса, шын көңіліңізбен тілек-тілеп, тезірек сауығып кетуін қалап отырушы едіңіз. Осындай адал ниетіңізге Аллам жұмақтан орын бергеніне сенеміз. Лайым солай болғай. Төрде отырып, бата беретін орныңыз қаңырап қалды. Қазір ағайын туыс, құда жекжат жиналғанда, бата берілер сәтте сіздің дауысыңызды естейтіндей елеңдеп отырамыз. Шын ықыласпен, жүректен шығарып айтатын әдемі баталарыңызды қатты сағындық. Алдыңызда ағаңыз бен інілеріңіз өмірден өткенде жалғыз қалап барамын-ау деп мұңайып жүретін едіңіз. Бірақ осы жақтағы Сейітқұл әулетінің үлкені болып, ел ағасы атанып, туған туыс сізді әрдайым құрметтеп өтті. Аталас бауырларыңыз да жалғызыратқан жоқ. Өмірден өтер жылы бір нәрсені сезгендей, Алла сізге үлкен аталарымыздың басына барып, Құран бағыштап қайтуға мүмкіндік берді. Сол сапарда өміріңізден талай сыр шертіп, артыңызда қалған ұрпаққа бір емес, бірнеше кітапқа жүк боларлық естеліктер қалдырдыңыз. Шаңырақтың президенті ретінде әр жаңа жыл сайын балаларыңыздың, немере шөберелеріңіздің жетістіктерін айтып, қуанып, мақтанып отырушы едіңіз. 2026 жылды сол есебіңізсіз қарсы алдық. Ал тірі болғаныңызда айтатын жақсы жаңалықтарымыз көп еді. Шүкір, артыңыз жақсы болды, әке. Әмірхан үйленіп, той жасадық.
Адина, Мұхамеджан, Алдияр атты шөберелеріңіз дүниеге келді. Резидентурасын бітіріп, дипломын алды. Дастаныңыз чемпион болып, кубоктарын көтеріп жүр. Сіз оны көріп, ерекше марқайып қалар едіңіз. Темірланыңыздың қызметі өсіп, туған жері Шалқарға ауысты. Аружаныңыз мектепті үздік аяқтап, үлкен өмірге талаптанып жатыр. Алия мен Тимур, Сәулет пен Эля үйлі болды. Мектеп жасындағы шөберелеріңіз оқу жылын үздік аяқтады. Тек сіздер жанымызда жоқсыздар. Бірақ шүкір, біз аманбыз. Өздеріңізден қалған тәрбиемен, батамен өмір сүріп келеміз. Желеп, жебеп жатқан шығарсыздар. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Иманыңыз жолдас болсын. Әке. Сағынышпен еске алушы балаларымыз. Әкешім пана болған биік шыңым, үйреткен мұны өмірдің барлық сырын. Жер бетін кезгеніммен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезгеніммен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қатеменен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін, бақытқа балағаны. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін, бақытқа балағаны. Арқаларын жүргеніміз, алаңсыз бұл өмірде күлгеніміз. Менің қостай тірегім, сендерсіз қайтер едім. Әрқашан бірге болса, түгел ғой бар керегім. Менің қостай тірегім, сендерсіз қайтер едім. Әрқашан бірге болса, түгел ғой бар керегім. Менің қоспай тірегім. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам,
әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған,